Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қойдың құйрық майынан қосылған манты жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Өзімнің дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Егер сіздерге қызық болса, менімен бірге болыңыздар. Қамырын жасау үшін бізге 10 жылы су, 1 шай қасық тұз қажет болады, сұйық май қажет болады. Ең алдымен қамырын жасау үшін ыдысымызға ұнымызды илегіштен өткізіп аламыз. Үстіне 1 ас қасық мөлшермен сұйық май құйып, және жылы суымызға 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, оның үстіне ақырындап құямыз. Және де үстіне венчикпен араластырамыз. Одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болған соң 20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Келесі салмасын дайындаймыз. Құйрық май, пияз және де ет, сәбіз, картоп керек 2-3 штук, және де тұз дәміне қарай қара бұрыш қосатын боламыз. Құйрық майды алып ұсақтап турап аламын. Видеодағыдай өте жұқағып кесіп аламыз. Құйрық май кішкентай кезімізден келе жатқан емнің түрі, балаларыңызға берсеңіздер ауырмайды. Мантының салмасына етті өте ұсақтап туралады. Ет семіз болмаса ұсақтап құйрық май турап қосады. Келесі қойдың етін ұсақтап турап аламын. Туралған ет тағамның өте дәмді етеді. Етімізді турап болдық. Енді құйрық майдың үстіне саламыз. Пиязымызға көшейік. Пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Пиязды көбірек қосамын. Үлкен пияздың өзі үлкен деу жетіп қалады. Көбірек пияз қоссаңыздар өте дәмді болады. Пияздарымыз ұсақтап туралды. Еттің үстіне саламыз салмасын, және де келесі картопқа көшеміз. Картопты осылай видеодағыдай жұқағып турайтын боламыз, ұсақтап турайтын боламыз. Келесі сәбізімізді де ұсақтап турап аламыз. Картоптың үстіне саламыз. Қолымызбен туралған тағамдар өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Дәміне қарай қара бұрыш, тұз 1 шай қасық қосамыз. 2 ас қасық сұйық май қосып, қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Біздің мантымыз өте дәмді болып шығу үшін міндетті түрде сұйық май қосыңыздар. Қамырымызға 20 минут өтті. Қамырымызды алып, жақсылап қайтадан қолымызбен тағы ие қанғанша илеп аламыз. Қамырымызды жайғанға ыңғайлы болу үшін бірнеше бөлікке бөліп алсаңыздар болады. Мен бірден кеспей жаятын боламын. Қамырға ұн себе отырып, оқтаумен жұқағып жайып аламыз. Қамырымыздың шеттері ортасына қарағанда жұқалау болу керек. Сонда ішіне салмамызды салған кезде қаусыруға ыңғайлы болады. Қамырды күлшелеп етке салатындай етіп жазуға да болады. Жайылған қамырымызды 4 бұрышты етіп кесіп аламыз, дәл видеодағыдай. Кесілген қамырымызға салмамызды 1 ас қасық мөлшермен салып, мантымызды түйеміз. Кесілген қамырымызға салмамызды салып, саусақтың ұшымен шым-шым жабыстыратын боламыз. Дәл видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай осылай түйіп шығамыз. Бұл түйу әдісі барлығы біледі деген ойдамын. Ең оңай, бір-біріне жабыстырылып қойсаңыздар болғаны.
Арасында жолдасым келіп көмектесіп жатыр. Жолдасымның түйу жолын көрсетейін. Өте әдемі шығады. Түйуі де әдемі. Осылай барлық мантыларымызды түйіп аламыз. Мантымызды жасап болдық. Манты қасқаның, яғни манты пісірілген ыдысымызға май жағып, шілтерлі табақшаларына салынып, астыңғы табақшасында қайнап жатқан судың буына 40-45 минутқа пісіріп аламыз. Ол кезде мен мантының бетіне салатын тұздығын, яғни подливасын жасауға кірісемін. Оған керек заттар: пияз, сәбіз, теркадан өткізіп аламыз. Алдын ала қызанақ, 1 штук сақтап турап алдым. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосатын боламыз. Сұйық майымызды табамызға құйып, қыздырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып, қызанағымызды салып қуырып аламыз. Келесі теркадан өткізілген сәбізімізді салып 2 минуттай қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосып араластырамыз. Жарты стакан су, қайнаған су қосып құямыз, бетін жауып бұқтырып қоямыз да ақырын отқа 10 минутқа. Осымен тұздығымыз дайын болды. 45 минут мантымызда пісті. Ыдысымызға салып, үстіне тұздығымызды құямыз. Осымен мантымыз толығымен дайын болды. Осылай дастархандарыңызға ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді болып шығады. Қамыры да жұмсақ болған. Ұнаса лайк басып, комментарийға сұрақтарыңыз болса, немесе ізгі ниеттеріңізді білдіріп қойсаңыздар болады. Және подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Алда салаттардың рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.